Қола дәуіріндегі Қазақстан. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтары. Қола дәуірінің басты ерекшеліктері. Құрметті балалар, біз бүгінгі сабақта адамзат өмірінде маңызды роль атқарған қола дәуірінің тас дәуірінен айырмашылығы, қола дәуірінің негізгі ерекшеліктері және қоладан еңбек құралдарын жасау тәсілдері жөнінде кеңінен мағлұмат аламыз. Қола дәуіріне жалпы сипаттама. Қола дәуірі жалпы адамзат баласының даму тарихында ерекше орын алады. Бұл дәуірде адамзат металл өңдеуді игерді. Қазақстан жерінде қола дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтар аралығын, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 18-8 ғасырларды қамтиды. Жабайы өсімдіктің тамыры мен жемістерін теріп жеуден дақылдарды қолдан өсіруге көшу, құнарлы жерлерді таңдай білу, су жетіспеген жағдайда канал қазып суаруды үйренуге дейін мыңдаған жылдар уақыт өтті. Өндіруші шаруашылық дамып, металл қорыту қалыптасты. Қола дәуірінің ең басты ерекшелігі түсті металдар мен алтынның өндірістік жолмен игерілуі болды. Қола дәуірінде егіншілікпен қатар мал шаруашылығы да қалыптасып, екеуі бірге өркендеді. Бұл кезең шаруашылығының бір ерекшелігі мал өсіру жедел қарқынмен дамып, негізгі салаға айналды. Қолда өсіретін жануарлар түрі көбейтіліп, олардың сапалық қасиеті жақсартылды. Малға қысқа жем-шөп әзірлеп, жазда жайып бағуға көшкен. Көп малды қолда ұстау мүмкін емес еді. Қола дәуіріндегі экономиканың басты екі бағыты болып табылатын мал шаруашылығы мен металлургияның тез дамуы ер адамдардың еңбегін көп қажет етті. Бұл олардың қоғамдағы рөлін жоғарылатты. Бұрын үстем болып келген аналық рулық қатынас күйреп, оның орнына әкелік рулық қатынас орнай бастады. Жабайы жануарларды қолға үйрету адам қоғамы дамуының ірі жетістігі болды. Қолда өсірілген жануарлар аңшылық сәтсіз болған күндері, әсіресе қыста тамақ қоры болуын қамтамасыз етті. Сонымен қола дәуіріндегі адамзат қоғамының жедел дамуы мынандай негізгі ерекшеліктермен: түсті металдардың өндірістік жолмен игерілуімен қола металлургиясы, ең алғашқы қоғамдық еңбек бөлінісінің жүзеге асуы, яғни мал шаруашылығының егіншіліктен бөліп шығуымен, әкелік отбасылық рулық қатынастың орнауымен, бақташылық мал шаруашылығымен және теселі егіншілікпен жүзеге асты. Қоладан еңбек құралдарын жасау. Адамзат баласының ой санасы, өмір сүру тәжірибесі заман өткен сайын жетіліп отырды. Өндірісті игеру тәжірибесі ұрпақтан ұрпаққа жалғасты. Тұрмыста тұңғыш пайдаланылған металл мыс, ал тотыққан мыс рудасынан металл қорыту қола дәуірінде басталды. Қола табиғатта таза күйінде кездеспейді. Ол негізінен мыс пен қалайының қосындысынан алынады. Металл кеніштер қазіргі Зыряновскі жезқазған маңайында, Қарқаралы, Ақшатау тауларында болған. Қазақтың белгілі ғалымы Сәтбаевтың есебі бойынша, көне заманда Жезқазғаннан 1 миллион тонна кен өндіріліп, одан 100 мың тонна мыс қорытылған. Көне замандағы кен өндірушілердің қонысы кенішке жақын орналасты. Кенді қорыту үшін құрылысы өте күрделі қазандықтар алынды. Қазандыққа ауа үрлейтін көрік жасалды. Осындай қазандықтар көне кен орындарынан көптеп табылған. Кен өндіру әдісі былай орындалған: кен орнының алдына от жаққан, кен қызғаннан кейін оған су құйған. Осының нәтижесінде тас шытынап уатылған, сөйтіп біршама босаған. Мыс кенін отқа өртеген, содан кейін барып арнаулы пеште қорытқан. Еңбек құралдары тас немесе саз балшық қалыптарға құйылып өңделген. Қоланы одан жасалатын құралдың қайта қолданылатынына байланысты әртүрлі құрамда балқытқан. Одан балта, пышақ, қанжар, шаппашот, жебенің және найзаның адамдар мыс рудасына қалайы қосу арқылы қола өндіруді үйренді. Қорытып жасалған еңбек құралдары тастай қатты, әдемі, сары түсті болып келді. Қоладан жасалған бұйымдар тастан және мыстан жасалған еңбек құралдарын біртіндеп ығыстырды. Мәселен, тас балтаға қарағанда қола балта мен ағашты 3 есе тез шабуға мүмкіндік туды. Көшпелілер қола балқыту ісінде
өзіндік табыстарға жетті. Құю қалып ретінде саз балшықта, металды кейде тасты пайдаланған. Жебенің ұшын қанжарды жасау үшін 2 немесе 3 жармадан тұратын қарапайым құю қалыптарын қолданған. Осындай қалыптарға балқытылған металды құйып, әртүрлі бұйымдар, үлкен мыс қазандар, құрбан шалынатын үлкен үстелдер жасаған. Құйылғаннан кейін көптеген заттар қосымша өңдеуден өтіп, ажарландырылып, нақышталды.